Пайызды бұл жерде бізге санмен жазуды сұрап тұр. Мына берілген сандарды берілген пайыздарды санмен алмастырыңдар дейді. Пайызды санмен алмастырудың ең бірінші ережесі бұл 100-ге бөлеміз. Яғни 30% деп тұрса, біз оны жай 100%-ға бөле саламыз. Сонда бізде 0,3 шығады. Мысалы, бізде 100 санының 30%-ын табыңдар деп тұрса, 100 санының 30%, көбейту 30%. Бұл неге тең? Бұл 100 көбейтілген, мына 0,3-ті қойса болады. 0,3. Өйткені 30% дегеніміз бұл 0,3. Сонда бізде 100-ді 0,3-ке көбейтетін болсақ, 30 шығады. Міне, бізге осылай алмастырыңдар дейді. 30 деген 0,3, 56 деген 0,100-56, 90-ды 100-ге бөлетін болсақ, 90% дегеніміз 0,9. Ал екіншісін қарайық. 0,2% дегеніміз бұл 0,2-ні тағы да 100-ге бөлеміз деген сөз. 100-ге бөлген кезде біздер білеміз, мына жерде 2 0 болса, сол 2 0-ге өтір тағы да жылжиды. Бұл дегеніміз 0,02. 0,1000-дан 2% деген сөз. Мына жерге жазамыз 0,1000-дан 2 деген сөз. 0,10-дан 7 деген тағы да 100-ге бөлетін болсақ, 0,1000-дан 7. 0,1000-дан 5. 103,5 деген 103,5% дегеніміз, оның санмен ауыстырғанда қалай болатынын табу үшін 100-ге бөлеміз. 100%-ға, сонда қанша болады? 1,035. Бұның бәрін не үшін сұрап тұр бізден? Бұның бәрін сұрап тұрған себебі, жазып кетейік, 1,035. Бізден келесіде сұраса, 100 санының 0,10-дан 2%-ын табыңдар десе. Біз оны қалай табамыз? Біздер оны табу үшін 100 көбейтілген 0,10-дан 2% дегеніміз бізде мына жерде таптық 0,1000-дан 2 деген сөз. Сондықтан бұны табу үшін бұл бізде екеуін көбейтеміз, 0,10-дан 1 болады. Ал 103,5%-ын табу десеші, онда 100, біздің санымыз 100 емес, бұл жолы 200 болсын. 200 санының 103,5%-ын табыңдар десе. Бұны қалай табамыз біздер? 200-ді көбейтеміз 1, мына жерде таптық 0,35-ге. Бұл нешеге тең болады? Бұл бізде тең болады 200,10-дан 7-ге. 100-ден 7-ге тең болады. Мынаны 2-ге көбейтеміз. Енді 817-ші есепті қарайық. 9, 23 тағы да сол сияқты жай және ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Осы пайыздарды жай бөлшек түрінде және ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. 9% дегеніміз бізде жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, ол 9 бөлінген 100 деген сөз. Ал ондық бөлшектің жазатын болсақ, 0,100-ден 9. 72 дегеніміз бұл 72 бөлінген 100 деген сөз, 72%. Бұл дегеніміз 0,100-ден 72. 500 дегеніміз, 500% дегеніміз бұл 500 бөлінген 100. Бұл 5-ке тең.